Қайырлы күн, құрметті көрермен, эфирде Energy Time, студияда әдемі Сайлаубай. Өткен мамыр қызықты шаралар мен жарқын мерекелерге толы болды. Бүгінгі шығарылымда біз сіздермен мекеменің соңғы жаңалықтарымен бөлісетін боламыз. Кейбіреулер үшін қыс ол мереке, қар басқан ғимараттар және әдемі жыл мезгілі. Ал біздің әріптестеріміз үшін бұл төзімділік пен батылдыққа емтихан. Қыстан аман-есен шығып, көктемге аяқ басқан біздің компания қызметкерлері үшін арнайы мереке ұйымдастырылды. Шара мақсаты әріптестеріміздің арнайы демалыс орнында таза ауада жақсы уақыт өткізіп, өзара ұйымшылдықты арттыру, жұмыстан сергіту. Концерттік бағдарламадан бөлек спорттық ойындарды болды. Мекемемізде бірлік береке бастауы атты көктем мерекелері қарсаңында үлкен шара өтуде. Концерттік бағдарлама аяқталды. Дәл қазір артында спорттық жарыстар өтуде. Арқан тартыс сайысы бірге тамашалайық. Күннің естен кетпес бөлігі марапаттау рәсімі болды. Жеңімпаздар мен белсенді қатысушыларға естелік сыйлықтар мен арнайы марапаттар табысталды. Бұл күн ұжымымыздың шынайы ынтымақтастығы мен ортақ құндылықтар төңірегінде бірге білетіндігіне тағы бір дәлел болды. Ақтөбе облысында Ұлы Отан соғысының 80 жылдығына арналған 80 алғыс сөз атты патриоттық флешмобы бастау алып, игі бастама алғаш Шымкент пен Атырау облыстарында жүзеге асып, кейін Ақтөбе өңірінде де жалғасын тапты. Флешмобтың басты мақсаты соғыс ардагерлеріне, тылда аянбай еңбек еткен ата-әжелерімізге алғыс айту, олардың ерлігі мен жанқиярлық еңбегін ұлықтау. Патриоттық флешмобты біздің мекемеде қолдады. Мереке қарсаңында әріптестеріміз жүрек жарды алғысын білдіріп, ал мекеме бойтұмары батыр мәңгілік алауға барып, ата-баба рухына тағзым етіп гүл қойды. Аталарымыз бен әжелерімізге бас иеміз. Бүгінгі бейбіт аспан мен еркін өмір сол күндердің өтеуі. Олардың батырлығын ұмытпай, ұрпаққа аманат етіп жеткізу біздің қасиетті борышымыз. Мекемемізде әріптестеріміздің біліктілігін арттыру мен тәжірибе алмасу мақсатында өз мамандығының үздігі дәстүрлі сайысы өтті. Бірнеше күнге созылған жарыстың 6 кезеңінде де мамандарымыз бар шеберлігін көрсетті. Осы жылғы сайыстың басты ерекшелігі 2025 жылдан бастап сайыс жеңімпаздары ауыспалы кубокқа ие болады. Оны 3 жыл қатарынан иеленген команда ауыспалы кубоктың иесі болып қалмақ. Дәл қазір біздің артымызда сайыстың ең қызықты кезеңі зардап шегушіні 10 киловатт әуел желісінен электр тоғынан құтқару және оған алғашқы көмек көрсету бойынша кезең өтуде. Жабылу салтанатында қатысушы бригадаларға арнайы талантты әріптестеріміз дайындаған концерттік бағдарлама мен ерекше сый-сияпаттар ұсынылды. Кештің шарықтау шегі марапаттау рәсімі болды. Жүлдегерлер мен жеңімпаздарға дипломдар, естелік сыйлықтар табысталып, ең үздік диспетчер, ең үздік электромонтер, ең үздік жүргізуші, ең жас қатысушы, ең тәжірибелі қатысушы әр кезеңнің үздігі мен жеңіске деген табанды талпынысы және жаңашылдығы мен тапқырлығы үшін арнайы номинациялар мен ақшалай сыйлықтар берілді. Жүлделі 3-ші орынды Ембі электр желілер учаскесінің бригадасы, 2-ші орынды Мұғалжар электр желілер учаскесінің мамандары қанжығаға байлады. Ал бас жүлдеге және ауыспалы кубокқа лайықты түрде Храмтау электр желілер учаскесінің командасы ие болды. Салтанаттың соңында электромонтерлердің еңбегіне және мамандыққа деген адалдықты білдіретін жылы дәстүр жеңімпаздарға ту табыстау рәсімі орындалды. Энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 2025 жылғы жөндеу науқаны аясында іс-шаралар жүріп жатыр. Жазғы кезеңде Ақтөбе қаласында және Ақтөбе облысының аудандарында энергиямен жабдықтау нысандарын жөндеу, ауыстыру, реконструкциялау бойынша үлкен жұмыс жүргізу жоспарда. Аталмыш шаралар мекеме басшылығының жіті бақылауында. Компаниясы қаламызда жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Қазіргі таңда Құрманғали Оспанова, Пожарский, Рысқұлова көшелерінде ескі бағаналарды ауыстырып, жаңадан бетонный опорлар қойып жатыр. Жоспар көп, алдағы уақытта. Әуе желісі бригадасында жұмыс істейміз, солардың арқасында жұмыс істеп жатырмыз. Бірнеше техниканың арқасында осы жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Кәсіподақ ұйымы балалардың жазғы демалысын ұмытылмас етуге атсалысуда. Компанияның қызметкерлерінің балалары үшін ұйымның қолдауымен жас жеткіншектерге жазғы сауықтыру лагерлеріне жолдамалар табысталып, олардың демалысын сапалы ұйымдастыруға нақты жағдай жасалды.
Аталған шара кәсіподақ ұйымының әлеуметтік жауапкершілік аясындағы тұрақты жұмысының айғағы болып табылады. Жолдамалар балалардың жас ерекшеліктеріне, ата-аналардың тілектеріне және санитарлық гигиеналық талаптарға сәйкес іріктеліп, қауіпсіз әрі танымдық демалысты қамтамасыз етуге бағытталды. Бұл шараның басты мақсаты қызметкерлеріміздің балалардың жазғы демалысын сапалы ұйымдастырып, ата-аналарға қолдау көрсету. Сонымен қатар жазғы лагерге жолдама таратылғаннан басқа қызметкерлердің 1 және 12 жас аралығындағы балаларына қосымша ойын алаңына билеттер таратылды. Энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үйде және тұрмыста қауіпсіздік ережелерін сақтаудың маңыздылығы жөнінде естеріңізге салады. Балалар қауіпсіздігі жөнінде ережелерді біздің мекеменің ресми Instagram парақшасынан оқи аласыздар. Бұдан бөлек бізді басқа да әлеуметтік желілерден таба аласыз. Келесі шығарылымдарды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліңіз. Үйден шығарда жарықты сөндіріп, электр тоғын ажыратуды ұмытпаңыз.